Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен перизат өте дәмді болып жасалынатын үй жағдайында күнделікті жасайтын тағамыз палау басамыз. Бүгін өте дәмді болып шығады. Алдымен заттарымыздың бәрін дайындап алдым. Сәбізімізді, пиязымызды, етімізді дайындап, ал мен тек қана 2 адамға ғана жасап жатырмын. Үйде біз 2 адамбыз қазір. Жолдасымыз екеуміз. Осы сәбізімізді барлығын майдалап турап аламыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, мына қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Осылай сәбізімізді бір келкі қылып турап алдым. Үйде осы қызыл сәбізбен сары сәбіз қалған екен. Осыны мен араластырып турадым. Осылай барлығын майдалап турап алдым. Менің YouTube каналыма тіркелмесеңіздер тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетсеңіздер болады. Осылай 2 шөміш май қойдым. Менің қазаныма мән бермей ақ қойыңыздар. Мен өзім қазанымды құртып алдым. Бірақ осы қазанды өте жақсы көрем. Не қылып күйдіргем. Сөйтсем осылай болып шықты қазанымда. Сосын қалпына келмей қалды. Осылай пиязымызды қып-қызыл қылып, бірінші мен пиязымды қуырып, етімді сосын салам. Пиязымды қызартып, сәл қызартып болған соң, етті салып, бірге араластырып қызартып аламын. Сосын осылай сәбізімізді салып, араластырып аламын. Барлығын осылай араластырып, жақсылап сәбізімізді қуырып аламыз. Осылай қуырып болған соң, үстіне суымызды құямыз. Мен осылай көз мөлшермен құйдым. Күнделікті жасаған екен, көзіміз үйреніп қалады ғой. Осылай. Енді оны жарты сағат қайнатып, күрішімізді жуып, менде лазер күріш, менде 1 кесе күріш мына жерде. Осылай күрішімізді қайнатып, осылай демдеп, барлығын бір келкі жинап, ортасын осы лопаткамыздың көмегімен тесіп аламыз. Осылай барлық шетін бір келкі жинап алдым. Осылай лопатканың көмегімен тесіп 45 минутқа тамағымды демдеп қойдым. Ал піскен тамағымыз. Мен тамақты күріш салған екен араластырмаймын. Тек піскенде ғана барлығын бір келкі қылып араластырып аламын. Өте дәмді болып шығады. Осылай барлығын араластырып алдым. Назарларыңызға рахмет. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көрулеріңізді ұсынамын. YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер.